Мен мұсылманмын деп көкірегін ұрат. Ертең бір нәрсе басына іс түссе ұялмай молданың алдына келіп Құдайын іздейді. Ертең бір қандайда қиналса, «Уа, Құдай, мен саған не жаздым?» дейді. Қаяқтың не жазғаны бар, ішкені арам, жегені арам болса. Ішкен жегені арам болса, қалай енді Құдайға одан артық не жаздым дейді, айтыңызшы. Бір кішкентай күнәнің адам сол күнәнің ауыртпашылығын бүкіл өмір бойы азап көрсе де құтыла алмас. Өйткені бауырлар, білесіздер, Құдайдың берген нығметі көп. Ең қарапайым нығметінің біреуі тіл. Міне сөйлеп тұрмыз. Осы тілден Құдай алса қалай болар еді? Сөйлей алмай қалсаңыз. Сөйлей алмай қалсаңыз не болады? Бір күні ұйқыдан тұрдыңыз, болды. Ондай адам көп қой қазір. Давление деген бәрінде бар.